Tauып келді ма? Бақтағайдың. А? Неше істеп едің? Осы айдың? Жоба басталды, естіген шығарсыздар. Жарты жылдай сол жобада жүрміз. Рухани жаңғыру, жан-жақтан балаларды дамыту, қашықтықтан оқыту деген мәселемен айналысып жүрміз. Енді өзімде қандай бір тәжірибе, қандай бір пайдалы заттар болса, соның бәрімен сіздерге бөлісуге тырысамын. Апай, запись жүріп жатыр ғой, иә? Жүріп жатыр. Сосын үлгермеген мұғалімдерге де беріп жіберсек. Біріншіден, көбінесе биология жайында айтып кетемін, бірақ бұл тек қана биология емес, химияға, физика, информатикаға бәріне де келе береді, өйткені ол ағылшын тіліне байланысты дүние болады көбінесе. Негізі методика, сабақ беру жағынан сіздер менен де жақсы өздеріңіз білесіздер, иә? Мен көбінесе ағылшынды қалай енгізу керек, иә? Сол жайында сөйлеймін. Біріншіден, сабақтың форматы бізде қазір көбінесе Zoom, бәріңіз онлайн сабақ беріп жатсыздар, дұрыс па? Соған байланысты біраз сабақ беру несін ауыстыруымыз керек, жүйесін. Бізге керек нәрселер, ең бірінші, мысалы сабақты бөлетін болсақ, ең бірінші мен өзім қолданатын ол презентация. Презентацияны қалай табу керек? Апай маған демонстрация экраны несін, рұқсатын берсеңіз. Микрофоныңыз ажыратылып тұр. Айтын, микрофоныңыз ажыратылып тұр сіздің. Менің мына жерде организатор отключил демонстрацию экран деп шығып тұр. Соны мен администратор қылсаңыздар, маған рұқсат берсеңіздер, мен де демонстрация экраны істесем, и басқа адамдарды көре алса менің экранымда. Қараңыздар. Біріншіден бізге мысалы не керек? Презентация керек сабаққа. Презентацияны біз қалай табамыз? Қазір енді қазақша, орысша өздеріңіз істеп жүрген едіңіздер. Қазір мен өзім мұғалім болған кезде өзіме ешқашан жұмсамайтынмын. Мен көптеген уже дайын презентациялар қолданып сөйтіп жүргенмін. Сонда сіздерге көрсетейін. Мысалы, сіздің тақырыбыңыз қандай болсын? Фотосинтез болсын, иә? Біз ағылшын тілінде, мысалы, фотосинтез, басқа пән болса, химиядан, иә, мысалы, солт, иә, там, тұздар, сіз соны дұрыс жазасыз ағылшын тілінде, иә, мысалы, фотосинтезис шықты. Одан кейін біз не дейміз? PPT деп жазамыз. PPT деген PowerPoint. И одан кейін Enter'ді басамыз. Енді біздің тақырыпқа байланысты көптеген сайттар уже не істеп жатыр, өзінің презентацияларын ұсынып жатыр. Соның әрқайсысына кіріп, не істейміз, қарап шығамыз. Бізге ұнаған, біздің жаңағы балаларға беру үшін сәйкес презентация болса, оны не істейміз, алып балаларға көрсетеміз. Оны ішін өзгертуге болады. Керек еместер, мысалы, алып тастайсыз, немесе қосатыныңыз болады. Мен өзім қалай істеймін? Мысалы, мынау болсын. Презентацияларын бәрін қарап шығасыз, иә, ұнаған болса, оларды скачеттеуге болады. Я, мысалы, кейбіреулер керек емес болуы мүмкін. Оларды алып тастайсыз. Сіз қалаған презентация басқан кезде, мына жерде оған ұқсас басқа презентациялар ұсынады да өзі. Мысалы, мынау сайттың аты SlideShare. SlideShare деген сайт.
Мысалы қараңыз, мына жерде презентация фотосинтез деген тағы шығып тұр. Оған ұқсас. Соған басып көресіз. Міне. Біліңіздер, презентация істеудің қазір көп уақыт алатын мен білемін да. Сол үшін лучше біз ол презентацияларды интернеттен тауып алайық. Мыңдаған уже мықты мұғалім, профессорлар біз үшін дайындап қойды сол презентацияларды. Просто соны алып не істеу керек, қолдану керек, ішін редактировать етіп өзгерту керек, керегін бізге алу керек. Мысалы қараңыздар. Мықты суреттермен, әдемі дизайнымен, менің ұстанымым осындай. Мен лучше не істеймін, лучше тауып алып, керемет презентацияны балаларға көрсетемін. Міне, қараңыздар. Керек емес презентацияларды сабақта былай өткізіп жіберсеңіз болады, немесе вообще полностью алып тастаңыздар болады. Міне. Сосын, егер өздеріңіз презентация істейтін болсаңыздар, сіздерге ұсынысым, презентацияда көп текст болмасын. Презентацияда обязательно осындай суреттер, схемалар, әртүрлі жаңағы таблицалар, сондай көбірек болсын, тартымды болсын, и текст болса аз болсын, немесе полностью алып тастасаңыз да болады. Ол тексті сіз өзіңіз айтуыңыз керек. Кейбір кезде мен көремін да презентациялар тексттер көп болады да, оған қарағым келмейді. Біз өзіміз қарағымыз келмейді да, мұғалім болып. Оқушыларды ойласаңыздаршы, там бір-екі отличник болмаса, ойбай шынымен қызық екен ғой деп былай қарамаса, қалғандары қойшы дейді да, қарағысы келмейді. Мынандай әп-әдемі суреттер, мынандай схемалар болса, уже балалар не істейді, вау дейді да. И қарау шансы уже көбейеді. Сол үшін өзіңіз істейтін болсаңыз, сурет, таблица, схема көбірек не істеңіз, интернеттен алып қойыңыздар. Тексті, егер текст болатын болса, то примерно былай істеңіздер, андай. Ключевой пункт сияқты өздеріңізге былай ең маңызды сөздер, фразалар жазып қоясыз. Сосын соған қарап есіңізге түседі, сіздің айту керек заттарыңыз. Немесе дәптеріңізге бір жерге түртіп қоясыз да. Осы слайд келген кезде есіңізге түседі, и балаларға ашып айтып бересіз. Мен сізге айтарым, қазір ағылшын тілінде өткеніміз өте жақсы болды. Не үшін? Ағылшын тілінде презентация, видео, кітап, материал жаңағы өте көп та. Ең көп осы ағылшын тілінде. Одан кейін орыс тілінде, ең аз қазақ тілінде. Сол үшін ағылшын тілі үйреніп алайық ағылшын тілін. Материалдың ертең қалай айтсам, өзіңіз отырып іздемейсіз, өзіңіз презентация істемейсіз, өзіңіз видео дайындамайсыз, қиналмайсыз, өйткені оның бәрі бар, бүкіл тақырыптар қамтылған. Соны аласыз да балаларға бересіз. Ағылшын тілін жақсы білсеңіз, соны оқып, өзін түсініп, сөйтіп балаларға шайнап бере аласыз да. Ағылшын түсінбей жатсаңыз, уже сол жағы проблем болады. Ол үшін көбірек практика керек. Мысалы, презентация жағын айтып шықтық, примерно түсіндіңіздер, қайталап шығам. Екінші бір мысал келтіріп, мысалы біздің тақырып майтозис болсын, майтозис болсын. Сол тақырыпты біз жазамыз, Google-ға. Одан кейін PPT деген 3 әріпті қосамыз и Enter-ді басамыз. Сол кезде не болады? Google бізге көптеген дайын уже презентациялардың, жаңағы сайттарын береді. Соның бәріне бір-бірден кіріп шығып, сіз өзіңізге ыңғайлы сәйкес келетін презентацияны несіз жүктеп аласыз. Керек болса оны өзгертесіз, керек емес слайдтарын алып тастайсыз, бірақ ең басты мәселе үстіп соңында PPT деп жазуыңыз керек. Бұл мәселе сіздің презентацияңызды істеу, оны іздеу мәселесін шешіп берді. Екінші мәселе, сабағымызда әрқашан не бол керек? Әрқашан сабағымызда видео бол керек. Менің ұстанымым осындай, балдар видео қараған кезде, егер ол видео қызық болса, өмірмен байланысты болса, олар не істейді, оны қарайды. Сол үшін біздің тағы да мәселеміз екінші, ол жақсы видеоларды табу. Видеоларды біз қайдан табамыз? Видеоларды біз өзіңіз білгендей Google-дан табамыз. Google-дың досы бар, YouTube деген. Сол YouTube-тан табамыз. Негізі YouTube-ты да Google-дың өзі дайындап берген. Екеуі бір платформа. Қараңыздар. Мысалы, сіздің тақырыбыңыз жаңағы митоз болсын, майтозис деп жазасыздар, и Enter-ді басасыздар. Просто тақырыптың атын дұрыс жазсаңыздар ағылшын тілінде, майтозис ол өзі сізге көптеген дайын видеоларды береді. Немесе
мысалы балаларыңыз енді ағылшын тілі нашар болып жатыр ғой көбінесе. Сол үшін сіз соңында мынандай сөзді қоссаңыз болады. For kids. For kids деген балалар үшін. Тақырыпты жаздыңыз, иә, міне майтожис деп. И сол тақырыптан кейін сіз не істейсіз? For kids деген екі сөз қосасыз. Сол кезде оңай, қысқа видеоларды YouTube сізге жібереді да. Міне қараңыздар. Митозға байланысты, иә, там сол химиктарда, там тағы басқа powerда, физиктарда қандай тақырып болса да, соны жазу керек YouTube-қа, и соңында for kids деп жазу керек. Балалар үшін деген. Сол кезде балаларға арналған ең ондай оңай, қысқа, өте тартымды мультик сияқты видеолар шығады да. Біздің уақытында бұндай болған жоқ. Қазір уақыттың технологиясы, интернеті соны не істеп жатыр? Мүмкіндік беріп жатыр. Сол үшін, мысалы мен өзім мынау сайтты, мынау каналды жақсы көремін. Amoeba Sisters деген, иә, биологтарға арнап, керемет. Мысалы мына жерде кішкене көрсетіп жіберейін. Екінші мәселе, қалай? Бөлек ненің аты ма, канал ма, қалай? Иә, Amoeba Sisters деген қараңыз. Мынау канал ғой, канал. Ондай каналдар көп. Химиктар, физиктар, биологтар бәрі үшін осындай мықты-мықты сабақ дайындайтын каналдар бар да. Просто соны сіздер видео іздеп жатқан кезде тауып аласыз да, соған подписаться етесіз. Осылай іздеп жатқан кезде митоз, мейоз, фотосинтез, солт, тағы басқа бір нәрсе. Көбінесе сол каналдар сізге өзінің мықты видеоларын и так шығарады, бірінші орында қылып. Сіз сол каналдарға подписаться етіңіз, жазылыңыз, ертең солардың видеоларын сізге постоянно келіп тұрады да өзі, тақырыпқа байланысты. Мысалы қараңыз. Мына жерде бізде субтитр деген нәрсе бар. Видео көрсеткен кезде біз видеоны презентацияға айналдырып жіберген сияқты боламыз да. Өйткені видеоны біз полностью былай қосып қойып кетіп қалмаймыз да. Біздің видеомыз ол презентация сияқты болып көрінеді да балаларға. Өйткені біз оған паузаға басып тұрамыз. Видеоны, мысалы, мына жерде қараңыздар. Настройки деген батырма бар. Соны басасыздар. Настройканың ішінде мына жерде субтитр деген бар. Субтитрді басасыздар. Мына жерде, мысалы, ағылшын тілі, английский бар. Соны таңдайсыздар. Енді мына жердің астында, мысалы, балаларға видео көрсеткен кезде, субтитр ағылшын тілінде болады. Не деген сөз? Сіз видео қостыңыз, видеоны қарап жатқан кезде балалар оны естіп жатады ағылшын тілінде. Балалар оның астында жаңа субтитрларды ағылшын тілінде көріп жатады. Ол не болады? И watching болады, қарау, listening, тыңдау болады. Бірнеше сезім органдарын біз несеміз жұмыс істетеміз. Ағылшын тілін сізде балаларды үйрену үшін олмен көп айналысу керек, оны көп есту керек, қарау керек. Сол кезде жайлап өзгеріс пайда болады. Мысалы, подсознание деген нәрсе бар ғой, биологтар білет. Біздің жаңағы көргеніміз, естігеніміз жайлап жүріп біздің миымызға жазыла береді. Ертең қалай ағылшын тілінде сөйлеуге болады десеңіз, көп тыңдай беріңіз. Мысалы, стаканға су құя бересіз, бір күні стакан толады да, не істейді? Су сыртқа шыға бастайды. Сол сияқты сіз көп тыңдай берсеңіз, қарай берсеңіз, бір күні өзіңіз түсінбей қаласыз, қалай сіздің ішіңізден осы ағылшын тілі жаңағы фразалар шығып жатыр. Оның басқа ешқандай секреті жоқ. Қана еңбек, күнде аз-аздан сол кезде болады бұл нәрсе. Өзім сөйтіп үйрендім. Сұрақ қоюға болмайды. Иә. Видеолар скачать етеміз, субтитр жоқ. Бірақ өзіміз сол шығаруға бола ма астына, сөйтіп жаңағыдай настройкіден. Субтитрларды ма? Иә, субтитр жоқ, көбінесе видеолар субтитр болмайды, мен мысалы скачать ете аламын ғой. Скачать еткен кезде субтитрлар шықпайды, өкінішке орай. Ол былай интернеттен көрсетіп жатқан кезде. Кейбіреулерінде болмайды ғой деген. Мен өзім енді интернет жоқ жерлерде сол жағы біраз қиындау. Ондай кезде балалар тыңдап, сіз өзіңіз былай не істеңіз болады. Тоқтатып, тыңдатып, өзіңіз айтсаңыз болады. Бірақ егер интернет бар болса, осылай астында көбінесе субтитрлар болады ағылшын тілінде, көбінесе дұрыс болады, андасында бір-екі қате кетпесе. И үстіп балаларға көрсетеміз да. Болмай жатса, субтитрсіз көрсете беріңіз. Бірақ
өзіңіз паузаға көбірек тоқтатып, балдар түсіндіріңіздер да. Ең басында сіздер балалар не түсіндіңдер деп, мысалы сабақтарға кіреміз ғой мұғалімдерге. Балдар жаңағы 5-6 минуттық видеоны қосып қояды да мұғалім ағылшын тілінде. Видео біткеннен кейін, ал балдар айтыңдар не түсіндіңдер дейді да. Бұндай нәрсені істеудің қажеті жоқ. Балдардың қазір ағылшын нашарлау болуы мүмкін, басында біз оларға көбірек өзіміз шайнап беруіміз керек ағылшын тілінде. Сосын жайлап түсіне бастаған кезде может сұраймыз да, мына жерде не түсіндіңдер. Олар и так та ағылшын білмесе де, видеода примерно не отқанын түсінеді. Мысалы, мына жерде қараңыздар. Мысалы, көрдіңіздер ғой, әдемі, тартымды, балалар қызық, олар өзінің аузын ашып барады, оқыды дейді да. Ағылшын түсінбесе де жайлап уже қара бастайды. Сол үшін ағылшын тілде обязательно видеолар 2 минут болсын, 1 минут болсын, бірақ әр сабақта тырысыңыздар видео қосуға. Өйткені сіздің жеткізем деген тақырыбыңызды видео 10 есе, 20 есе неседе әдемірек, қызығырақ ұсынады да балаларға. Соны ұмытпаңыздар. И желательно, мен сіздерге бір не айтып берейін, балалар сабақта отырған кезде, сабақта отырым деген бір ой болмасын да оларда. Бізде бір мұғалім былай істеген, сабаққа кірген кезде былай шапкасын киіп, шарфымен былай оранып, дөтеліп келді да сабаққа. Балалар, ағай не болды дейді да. Ой, балалар, мен бүгін ауырып қалдым, бүгін сабақ өтпей қойық дейді да. Балалар, о деп қуанады да бәрі. Балалар сұрайды да, ағай, апай, сіз немен ауырып қалдыңыз дейді. Сол грипп болып қалдым. Грипп қандай ауру екенін білесіңдер ме дейді да. Балалар айтады, жоқ, білмейміз. Онда давайте бүгін сабақ өтпейміз, мен сендерге бүгін нені түсіндірем, грипп туралы түсіндірем дейді да. Балалар, грипп қандай немен шығады, қандай организм себеп болады, білесіңдер ме дейді. Жоқ, ол вирус қой дейді. Сендер вирустың түрін көрдіңдер ме дейді. Жоқ, вот, давайте қараңдар, суретін көрсетеді. Давайте онда бүгін сендерге әдемі бір мықты фильм көрсетемін дейді да, вирус туралы. Сосын вирус туралы видео қосып қояды. Балалар соны қарайды, сосын талқылайды, ойын ойнайды. И соңында балалар мәз болып үйлеріне қайтады да. И үйіне барып айтады, вот бүгін біз сабақ өтпедік, бүгін біз әңгімелестік, фильм қарадық ағаймен. Вот сосын мұғалім мәз да, негізі ол ауырған да жоқ. Ол просто сондай бір театр сияқты бір не көрсетті ғой балаларға. Сабақта тақырып и так та сол вирус еді, и так та вирустың жаңағы грипп шығаратыны, вирустың түрі, формасы, жаңағы полностью тақырыпты қамтыды да мұғалім. Бірақ балалар оны сабақ екенін байқамай қалды. Біз де сөйтіп әр сабақ болмаса да андасында тырысып тұрсақ, балалар сабақтандай рухани жаңғырып, мәз болып, бір сондай рухани ләззат алып кетсе, сол жақсы да бізге. Ал соны рухани ләззат алуға, сондай қызық сабақ өткізуге бізге ағылшын тілі ең бірінші инструмент. Өйткені бұндай видеоларды шын айтқанда орысша да, қазақша да табу өте қиын, өте аз. Ағылшын тілінде өте көп, бүкіл әлем оны істеп жатыр. Сол үшін неғұрлым тезірек біз өзіміз ағылшын үйреніп алып, осындай инструменттер қолданатын болсақ, интернет, технология, ағылшын дегендер біздің сабағымызды жаңа бір деңгейге апарады. Қиын ба? Оңай емес. Бірақ біздің көп ұстаздар, өзім көрдім, 2 жылдың ішінде Түркістан облысында біраз деңгейге жетіп қалды. И айтатыны, апай, ағай дейді да, осы ағылшын тілде балалар айтады да, шынымен сабақ қызығырақ бола бастады. Жаңағы ойындар да ауысты, жаңағы қазір ойындарға да жетеміз. Жалпы бірінші презентация ағылшын тілде скачать ету, екінші осы YouTube арқылы балаларға видеоны естеу, жүктеп алу, видеоны көрсету онлайн болсын. Әйтеуір әр сабақта презентация видео болғанын дұрыс мен ойымша. Өйткені сөйлеу емес, көрсету, сөйлеу емес, ойнату, істету, сондайға көбірек көшуіміз керек. Тағы бір айтатын мәселе, әр сабақта ойын болу керек. Мен қазір қысқа нұсқа айтуға тырысам, өйткені айта берсем бұл мәселе өте ұзын. Мысалы, сіз ойын ойнатпақшысыз балаларға,
тағырып өттіңіз, иә. Менің ең жақсы көретін, ең көп қолданатын нәрселердің біреуі, ол білетін шығарсыздар, Quizizz. Quizizz дегенді, может, қолданып жүрген шығарсыздар. Ол жаңағы Kahoot, Quizlet, оның бәрі біріне ұқсас. Бірақ ішіндегі ең мықтысы мен үшін Quizizz. Өстіп жазылады ол. Мысалы, не болсын? Cell cycle болсын, cell organelles болсын, я? Міне. Біріншіден, опять Google-ға кіресіз. Google-ға Quizizz деп жазасыз, я? Одан кейін жаңағы бізге керек тақырыпты жазасыз. Ағылшын тілінде, я? Міне. Cell organelles деп жаздық. Не деген сөз? Енді осы тақырыпқа байланысты бізге Quizizz деген көп ойын сайттары шығады. Міне. Қараңыз. Кете береді, өте көп адамдар cell organelles, cell organellаларға байланысты Quizizz тесттарын дайындап қойды. Любой біреуіне басып кіреміз. Міне, қараңыздар. Cell organelles, 54.767 рет ойнатылған, 6 мен 8 класс арасы үшін арналған, мысалы биологиядан, и мынақта 15 сұрақ бар. 15 сұрақ сүйреттермен сұрақтар болады, мысалы қараңыздар. Сүйреті бар, әдемі схемалар бар. То есть, бұлай шын жүректен істелінген да. И сіз осы несіз, осы сұрақтарды балаларға ойнатасыз. Бұл жерде Quizizz-ға кірген кезде сізге не керек болады? Регистрация істеу керек. Ол оңай, өте, оны и так бәрі орыс тілінде жазылып тұрады. Қалай регистрацияны өту керек. Маған ұнағаны мен өзім қалай істеймін. Мысалы қараймын, мына жерде бүкіл сұрақтар маған сәйкес емес. Маған бәрі керек емес. Кейбіреулер қиын болуы мүмкін, өтпеген болуы мүмкін балалар. Мен не істеймін? Мына жерде қараңыздар. Copy and edit деген батырма бар. Copy and edit деген батырма басамыз. И жаңағы сұрақтарды не істеуге болады? Өзгертуге болады. Мысалы, бірінші сұрақ, қиын деп айтайық. Маған ол керек емес. Мен мына жерде мысалы удалить дегенді басамын, и бұл сұрақты жоямын да, міне. Болды, кетіп қалды. Мысалы, мен бір нәрсе өзгертім келеді. Сұрақта, немесе жаңа варианттарында, немесе сюжет қосқым келеді. Мен мына жерде редактировать деген орысша жазылып тұр, сол батырмаға басамын. Қараңыз, міне. Нақты сұрақты да өзгертуге болады, мысалы. Жазарсыз там. Одан кейін, так, мынандай апарып тастайық. Мен бір сюжет қосуға болады, мына жақта қараңыздар, міне. Мына жерде бір видео қосуға болады, мына жерде бір аудио қосуға болады. Сұрақ қояйын ба? Бұл скачать етілмейді ғой. Тікелей ойнап жатырмыз, мысалы, тікелей ойнай алатын ба сол? Интернеттен ойнатасыз. Сұрақтарын өзгертіп жіберуге бола ма? Ол біреудің дайындаған несі ғой. Болады. Міне апай өзгертіп жатырық қой. Сосын осыны бар ғой, неге, мысалы, Zoom-ға тікелей қалай ойнатуға болады, мен ойната алмай жүрмін. Бұрын мектепте ойнатып. Қазір апай, мен түсіндірейін қолымнан келгенше. Сосын уақыт қалса, бізде 10 минут қалыпты. I love teaching. Мысалы, мен сабақ беруді жақсы көремін. Өзгертіңіз, сұрақты. Мынақта фото, видео, аудио қосасыз. Мынақта мысалы варианттар тұр. Керек болса варианттарды өзгертсеңіз болады, мысалы, өзгертіңіз. И мына жерде ең соңында дұрыс вариант қайсысы, соны белгілеп қойымыз керек. Мына жерде cell ол дұрыс, и так сол тұр. Мынақта мысалы даже суреттерді, жауаптарға да суреттерді қыстырып қойсаңыз болады. Деген сияқты, негізі бәрі орыс тілінде. Главное, мынау сайттың атын білесіз ғой, Quizizz деген. Ішіне кіріп, шыққыласаңыз, разберетсіз, да? Ол қиын емес. И вот балаларға келген кезде ол сұрақ былай келеді. Балалар осылай көреді. Варианттар тұр, мынақта суретті шығады, сурет қойсаңыз деген сияқты. И соңында не істейсіз? Сохранить дегенді басасыз. Вот, енді мынау сіздің сұрақтарыңыз. Керек болса, тағы да өзгертесіз. Керек болса, даже өзіңіз жаңа сұрақ қоссаңыз болады. Мысалы, мына жерге басасыз. И вот, пожалуйста, өзіңіз сұрағыңызды істейсіз, варианттарды істейсіз. Тік-тік-тік, дұрыс вариантын белгілеп қоясыз. Ол тек қана сізге көрінеді, балаларға көрінбейді. И сосын сохранить етесіз. Болды. Осы сұрақ балаларға келеді. Бұл соншалықты керемет сайт.
иә, бұл жерде өте көп. Мысалы, новый вопрос десеңіз, сұрақтың түрлері де өте көп. Қараңыз, большой выбор, көп вариантты, флажок, иә, таңдайды, бірнеше дұрыс. Заполните бланк, өзі толтыру керек. Опрос істеуге болады. Нақты не окончательно сіз сұрақ қоясыз, олар өздері жазу керек. Горка, варианты өте көп та, балалардың тек қана тест емес, тек қана бір вариант таңда деген емес, одан да басқа әртүрлі варианттары бар, соны қолдансаңыздар болады. И бәрі дайын болғаннан кейін, сіз балдарға уже ойнатасыз да. Мысалы, так, мынау дайын болды, публиковать етесіз. Міне. Мына жерде сізде моя библиотека деген жерде сіздің осылай өзгерткен, өзіңіз істеген ойындарыңыз бәрі тұрады. Мысалы, моя библиотека. Иә? Пожалуйста. Мен мысалы балаларға ойнатқан жерде квиз, мынау маскалар системге байланысты бар. Иә? Мысалы, балаларға ойнатам десеңіз, болды, өте оңай. Так. Міне, қараңыздар. Начать живую викторину, иә? Сіз осыны басасыз. Классический түрін таңдайсыз. Нақты командный, немесе жеке-жеке, немесе контрольный работа, да? Осыны біреуін таңдайсыз. Продолжите бас. Енді қараңыздар, сіздің балаларыңызға, иә? Телефон арқылы, компьютер арқылы осы сайтқа кіру керек. Join my quiz, иә? Жазып тұрады да. И осы парольді теру керек. Сол кезде балалар сіздің ойыныңызға кіріп кетеді. Немесе балаларынан жазбай қойсын десеңіздер, поделиться через деген батырма бар, соны басасыздар. И нақты копировать деген шығады. Соны копировать етесіздер. И балдарға мысалы не істейсіздер, жаңағы WhatsApp-ына, Telegram-ына жібересіздер ссылканы, ставить етіп. А так, қиын болмаса, балдарына сайтты жазсын, кірсін, и мынау пароль деген жерге пароль жазса, сіздің ойыныңызға кіріп кетеді. Сосын балдардың бәрі кіргеннен кейін, начните деген батырман басасыз да, ойынды бастап кетесіз. Бұл ойынды даже 90-дық емтихандар, әртүрлі лабораторный жұмыс, қызық өткізуге болады да. Мен мысалы әр сабақта осыны өткізуге әлі де тырысам. Балалар не істесін, лучше ойнасын, видео қарасын, сөйлесін, лабораторный жұмыстан практика істесін. Уақытымыз өте аз қалды. Соңғы ең маңызды бір нәрсе айтқым келеді сіздерге. 5 минуттай қалды. Так, презентация, видео қолданасыз. Осы ойынды қолданасыз, мысалы. Енді мынандай нәрсе бар. Может, естіген шығарсыздар. Так, flipped classroom дегеніміз не? Кім естіді? Flipped classroom дегеніміз мынау суретке қараңыздар, мұқият. Не қызық көріп тұрсыздар бұл суретте? Бұл суретте, енді уақыт аз қалған үшін сразу түсіндіре берейін. Біздің көп жылдан бері сабақ беру тәсілдеріміз, методикамыз біраз уже не істеді, ескіріп жатыр да. Соны біз не істеуіміз керек? Өзіміз ізденіп, жаңартуымыз керек. Бұл жерде flip деген нәрсеміз бір нәрсені екінші нәрсемен орындарын алмастыру дегенді білдіреді. Мысалы, қараңыздар. Класста мынау, а мынау уже үй жақта. Біз не істейміз? Класста балдарға теория береміз, Наны оқы, ананы оқы, презентацияны түсіндіреміз. Балдар бір нәрсе жазып атады, кітап оқытқызамыз, тағы бір нәрсе, Үйге барған кезде біз үй жұмысын береміз. Осы сабақта қандай теория үйрендің, соның бәрін үйге барып не істейсің, өзің практиковать етесің, өзің есеп шығарасың, өзің тағы бір тесттер істейсің деген сияқты. Көбінесе сөйтіп істеп жүрдік, Бірақ бұл біраз жаңа бір методика. Сіз классқа келген кезде, баяғыдай теория бермейсіз. Сіз ол теорияны балдарға қайда жібересіз? Үйіне жібересіз.
құрметті оқушылар, міне, мынау беттерді оқисыздар, мынау презентацияны қараңыздар, мынау видеоны көріңіздер, мынау ойынды ойнаңыздар деп біз теорияның ең андай көп емес, аз ғана, бірақ мықты теорияны балаларға үйлеріне жібереміз. Балдар осы теориямен танысып келіңдер. Сосын сендер классқа келген кезде біз осы теориямен естеміз практика. Бұл сол теориямен есеп шығарамыз. Бұл жаңа лабораторный жұмыс дейміз. Біз білмеймін, жаңағы жүрек органын алып, соны кесеміз, балық кесеміз, жаңағы жұмыртқаның ішін қараймыз. Сендермен бірге біз класстың ішінде тек қана практикамен айналысамыз. Ешқандай теория болмайды. Менің байқағаным, өзім жаңағы университетте оқыған кезде, осы нәрсе маған ұнатты. Үй жаққа берген кезде саған теорияны береді, мынау бет, мынау кітап, мынау видео, мынау презентацияны қарап шығыңдар. Кейбір кезде қарамай да барасың, бірақ мен байқағаным, теорияны біраз қарамай келсек те, оқымай келсек те, классқа кіріп, мұғаліммен бірге тек қана практикамен айналысып жатсақ, соның өзі оқушыға көп нәрсе береді, даже жеткілікті болып қалады. Практиканы істеп жатқан кезде теорияны оқымаған балалар не істейді? Бәрі алып кетеді, түсініп кетеді екен, түсіну керек нәрсені. Сол үшін, құрметті ұстаздар, балалардың жаңағы сабағын осындай бір неге айналдырайық. Теорияны беріп, былай шаршатпайық. Сабаққа келген кезде сабақта отырым дегенді олар ұмытсын. Мен ойын ойнауға, фильм қарауға, мұғаліммен әңгімелесуге келдім. Бір рухани ләззат алып сөйтіп шықсын да балалар. Кейбір кезде мысалы өзіңізден бір мағыналы, бір тәрбиелік мақсатында әңгіме айтсаңыз, әрбір тақырыпты, мысалы мен мынау тақырып берейін деп жатырмын. Мен сол тақырып түсіндіріп жатқан кезде балаларға қалай да осы өмірлеріне пайдалы, ата-ананы тыңдау, үлкендерді сыйлау, жаңағы дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, ұрламау, жаңағы алкоголь, спиртной, анау-мынау, темекі деген қолданбау, наркотик қолданбау деген жақсы, шынымен өмірлерін жақсы жаққа өзгертетін, жақсы бір университетке оқуға түсу деген мәселелерді қалай оларға жеткізсем болады. Қалай эволюцияны түсіндіріп жатқан кезде, мысалы кейбір балалар құдайға сенбейтін болса, наоборот, эволюция арқылы қаншалықты балаларға биология, дебат істеп қызық нәрсе түсіндіруге болады деп өзім ойлаймын. Егер сіздің сабағыңыз біткеннен кейін балалар 1 минуттай уақыт қалды. Егер сіздің сабағыңыздан кейін балалар шаршап, қашан тезірек бітеді десе, демек бір нәрсені ауыстыру керек. Егер балалар осы апайдың, осы ағайдың сабағы басталады, тезірек жүріп келейік, кешікпейік, ой, бітіп қалды деп жатса, сіз уже дұрыс жолда жүрсіз деген сөз. Оны байқауға болады балалардан. Өзіңізде сабақ беріп жатқан кезде, өзіңізді былай ең соңғы партаға отырғызып көріңіз, просто мысленно, и көріңіз, өзіңізге өзіңіз сабағыңыз ұнар ма еді, ұнамай ма еді. Ұнамаса, бір нәрсе өзгерту керек. Мен өзім өстіп, өзгертіп, біраз қызық заттарға жеттім, да. Енді видеоның записін сіздерге жібереміз. Уақыт бітіп жатыр. Бәріңізге көп рахмет, пайдалы болдым деп ойлаймын. Осындай семинар, конференцияларды андасында істеп тұруға тырысайық. Ол бәлен керек сияқты. Просто қандай болып пайдалы болды. Рахмет ағай, сізге де.